Қазақ тілі. Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Оқу мақсаты: сұрақ қою арқылы не істеді, қандай, неліктен. Мәтін түрлерін: әңгімелеу мәтіні, сипаттау мәтіні және пайымдау мәтіні. Және құрылымдық бөліктерін: басы, негізгі бөлім, соңы анықтау. Оқы. Бірінші мәтін. Бұл қандай мәтіннің түрі? Жаз. Мәтінді 2 рет, 3 рет қайталап оқы. Одан соң бұл мәтіннің қай түрі екенін анықта. Әңгімелеу мәтіні ме, сипаттау мәтіні ме, пайымдау мәтіні ме. Екінші мәтін. Оқы. Бұл қандай мәтіннің түрі? Жаз. Мәтінді 2-3 рет оқимыз. Мәтіннің қай түріне жататынын анықтаймыз. Әңгімелеу мәтіні ме, сипаттау мәтіні ме, пайымдау мәтіні ме. Жазамыз. Берілген сұрақтарға сүйеніп, суреттегі құсты сипаттап жаз. Бұл қандай құс? Оның түр-түсі, яғни денесі қандай, басы қандай, тұмсығы қандай, қанаты қандай, құйрығы қандай, тырнағы қандай. Ол қайда мекендейді? Немен қоректенеді?